Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай айраннан жасалатын өте жұмсақ, дәмді. Қараңыздар. Мақ қосылған пирогты бірге жасап көреміз. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша миксерлейтін боламыз. Айранымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Миксеріміздің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Мұнда ұнымызды саламыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп салатын боламыз. Үстінен разрыхителімізді саламыз. Міндетті түрде ұнымызды елекштен өткізетін боламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін саламыз. Миксердің көмегімен тағы да араластырып аламыз. Лопаткамыздың көмегімен осылай қамырымыздың жан жағындағы ұндарын қамырға біріктіріп шығамыз. Міндетті түрде астынан жоғары қарай араластырасыздар. Дәл осылай қараңыздар. Астынан жоғары. Міне астынан и жоғары араластырасыздар. Пирогым әдемі көріну үшін дәл осындай мақ қосатын боламын. Сіздер қоссаңыз да болады, немесе қоспасаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз. Қоспасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Міне достар, пирогымызды осындай орташа көлемдегі табаға салып алдым. Қазір 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламын. Міне достар, біздің пирогымыз дайын болды. Қазір осылай жан-жағын бір пышақпен айналдырып өтемін, оңай шешілу үшін. Міне достар. Міне осындай айран қосылған пирогымыз дайын.